Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Аты Пресс YouTube каналы және де мен Айгерім Талғатқызы. Бүгінгі күнде біздің медиациямыздыға ерекше бір өзгерістер еніп жатыр екен. Этномедиация болған осыған дейін. Бүгінде бұл медиацияның өзі болып қалып жатыр. Қош келдіңіз, Гүлнафис ханым. Гүлнафис ханым бізде Атырау облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының медиация орталығының медиаторы, координаторы болып табылады. Қош келдіңіз. Осыған қатысты қандай өзгерістер болды, қандай іс-шаралар атқарылмақ, қандай бір жаңалықтар енгізілмек, сол туралы тарқатып өтсеңіз. Рахмет, қош келдік. Бүгін қиялда үлкен жаңа жылымыз келе жатыр. Ескі жылды шығарып салғалы отырмыз азғантай уақыттан кейін. Бұның өзі де бір үлкен бір атқарылған қызметтің бір белесі секілді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының биыл 30 жыл толды. 30 жылдығы әр өңірде, республикамыздың түкпір-түкпірінде өздігінше атқарылған жұмыспенен дараланып жатыр. Оның өзі де біздің осы мына Қазақстан халқының әр ұлт өкілдерінің басын қосқан бір қара шаңырақ іспеттес. Сол шаңырақтың биыл құрылғанына міне 30 жыл. Жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясының этномедиациясы деп аталдық. Ол 23 жылы өзгерген болатын. Қазіргі таңда ұлттарды бөліп Қазақстан халқының этно деген сөзін алып тастап, тек қана өзіміздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының медиациясы деп өзгерттік. Бұның өзі үлкен бір жаңалық, үлкен бір үрдіс деп ойлаймыз. Ол осы ағымдағы жылы Астана қаласында өткен республикалық отырыс болды. Сол отырыста 13 қарашада сол отырыста осы белгіленіп, осылай нақтыланды. Сізге сұрағым бар, сөзіңіз аузыңызда. Менің естуім бойынша этномедиация сөзін медиацияның өзіне ауыстыру туралы ұсыныс нақты біздің осы Атырау облысынан түскен екен. Сол рас па? Сол туралы айта өтейік. Иә, ол рас. Ол біздің осы мына айттым ғой, жаңа айтып өттім ғой. 13 қарашада Астана қаласында өткен үлкен отырыс жиында біздің Атырау облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының этномедиация кеңесінің төрағасы Түркменбай Нұржігітов деген ағамыз, сол кісі осындай жаңа ой пікірді айтты. Оны әрине біздің ассамблеяның басшысы Марат Азылқанов қабылдап, сол жерде үлкен жаңағы отырысты кеңейтіп, жаңағы талқылап, шыннанда да осылай болу керек екендігін білдіріп, өте бір жақсы бір біздің тарапымыздан, Атырау өңірінің тарапынан бір үлкен бір алға жеткен бір жетістік болып есептелінді. Оның өзі біз үшін үлкен қуаныш әрине. Біздер осы сондықтан біздер өзіміз ойлаймыз, бұл жаңағы Қазақстан халқы болып бола тұра, барлығымыз бір ұлт, бір тұтас халықпыз ғой. Әр алуандылығымыз әртүрлі болғанменен біздер бір тұтас халықпыз. Сондықтан тұтастығымызды сақтау үшін ол өкілдерді бөліп қараудың қажеті жоқ деген үлкен ұсыныс айтылды. Сол ұсыныс қабылданып, жаңағы бізге бір жақсы бір үрдістерді, жаңағы алға қойылған үлкен мәселелерді алға қарай қалыптастырып жүзеге асыруға үлкен мүмкіндік береді деп ойлаймын. Керемет. Қазақстан Халқы Ассамблеясының медиациясы. Ол не? Көп адам түсіне бермейді, біздерде. Осы біраздан бері осы ақпараттық жолмен де, барлық жолмен де айтып келе жатырмыз, бірақ көп адам көбіне көп түсіне бермейді. Енді көбі жаңағы интернет желісінде отырмайды, мысалы үшін деген секілді. Газеттер кейде оқымайды. Қызығушылық болмай жатқан шығар мүмкін, иә. Бірақ Қазақстан Халқы Ассамблеясының медиациясы бұл этнос аралық, біздер этносаралық деп айта аламыз, өзге ұлт өкілдерімен жұмыс жасайтын болғандықтан. Әлеуметтік және тұрмыстық қақтығыстарды жаңағы алдын алу және оларды бейбіт жолмен шешу. Сосын жаңағы қоғамда сенім мен өзара түсіністікті сақтау. Негізгі мақсатымыз да мүддеміз де осы. Жалпы алғанда бізде осы мына
медиацияның тарапынан айтатын болсақ, Атырау өңірі өте тыныш, бейжай, халықтар, әртүрлі халықтар болсақ да, сол халықтарменен жетене араласып кеткен, бір-бірімізге құдандалы қыз беріп қыз алып отырған, жаңағы құйрық бауыр асасқан, жаңағы бауырмалқы, бірлікте өмір сүріп отырған, бірлікте тұтастықта өмір сүріп отырған халықпыз, өңіріміз. Сондықтан бізде басқа, Құдай сақтасын, басқа өңірлерге қарағанда, солтүстік өңірлерде өздеріңіз біліп жатсыздар ғой, енді әртүрлі жағдайлар болып жатыр, көзқарастар болып жатыр, а бізде бәрі тыныш. Бізде тыныш. Бұның өзі біздің Атырау халқының біртұтастығын, Атырау халқының бір көркемінездігін білдіреді деп ойлаймын. Әрине, ол жерде сіздердің өздеріңіздің де атқарып отырған жұмыстарыңыз ұшаң теңіз деп ойлаймын. Рахмет. Кез келген мәселені басталғанда емес, басталғанға дейін шешіп қойып отырған. Әрине, енді жаңа Әйгерім, сіз бір сөзіңізді айтып кеттіңіз. Мына этнос деген сөзді алып тастаудың өзінің бір мағынасы, бір қалай болады деп. Шыннан да мағынасы менен мәні, біздер енді өзіңіз білесіз, бізде үлкен ірі мұнай мекемелері бар ғой. ТШО дейміз де, сол жерде, мысал үшін, солындай жерлерде біздер жаңағы өкілдерді басқа өкіл деп қарамауымыз керек. Біздер ол өкілдерді біртұтас халық, Қазақстан халқы деп есептеуіміз керек. Яғни этнос деген сөзіміз, этно деген сөзімізді біздер ол кісілер бір бөліп тастағандай болып отырамыз. Бөліп қарайтындай болып отырамыз. Бір тыс қарап отқан сияқты боламыз. Сондықтан біз бұл жерде қалай еткен жағдайда да біздер біртұтас халықпыз, біртұтас елдің мүддесі жасап отырған, ол кісілер Қазақстан Республикасының азаматы. Сондықтан біздер ол сөзді алып тастап, міндетті түрде медиация деп, жаңағы әртүрлі жағдайлар болған жағдайда да бірігіп шешуге, бірігіп ойластыруға, мысал үшін, мүмкіндіктер болады деген ойменен осындай пікір айтылды. Ол пікірді әрине қабылдады. Соған біз өзімізде риза болып отырмыз. Жалпы енді мына этномедиация кеңесі біздерде тұрақты түрде жұмыс жасап отыр. Жаңағы өзіміздің кеңестің төрағасы үнемі кездесулерде, жаңағы диспуттарда, студенттердің арасына да жақында осы түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Мысалы, біздің мына өңірдегі қалыптасып осы Қазақстан Халқы Ассамблеясының институтын құрып отырған бірден бір жаңағы институт біздің Қалел Досмұхамбетов атындағы Атырау университеті. Атырау университетінің ерекшелігі барлық жерде бірінші айтылады. Өйткені бұл жерде этномедиациялық орталық құрылды. Бұл жерде жаңағы жас ғалымдар клубы құрылды, омбудсмендер құрылды, мысал үшін да. Соның өзі жаңағы Қазақстан халқының ассамблеяның бір 30 жылдағы бір атқарған бір жетістігі. Атырау өңірінен қосқан үлесі деп ойлаймыз. Өйткені біздерде медиация дегенде күнде ондай әлгі қақтастар бола бермейді ғой. Бірақ ішінара болып тұрады. Біздерде, біздің Атырауда өздеріңіз білетін шығарсыздар, халықаралық республикалық медиация орталығы бар. Оны басқарып отырған кәсіби медиатор, жаңағы үлкен тәжірибесі бар Гүлбарша Марданқызы. Ол кісіден оқып, солар арқылы жаңағы өзіміздің кәсібилігімізді жетілдіреміз, жаңағы оқыту курстарына барып отырамыз. Бұның өзі жаңағы бір өзіміздің алға қарай жылжу, жаңашылдыққа, жаңа көзқарастарды пайда болуына үлкен бір ықпалын тигізіп отыр деп ойлаймын. Бұл жаңағы осы университетте, Атырау университетінде жаңа айтып өттім ғой, неміз бар, институтымыздың кафедрасы бар деп. Бірақ дегенменен жаңағы мына құқық пәндер кафедрасында біздер үнемі жаңағы қонақ оқытушы болып, біздер барып жаңағы түсіндіру, студенттерменен кері байланыс жасау, лекция жүргізу, жаңағы тәжірибелік орталықтар құру, ашық есіктер күндерін бірге өткізу, жаңағы тек қана өзіміз ғана отыра қалып емес, біздер барлығын түгел қамтып бірге сол кісілермен жұмыс жасаймыз. Сосын мектепішілік медиациямыз да бар, мысал үшін. Ұрпақты да тәрбиелеп жатырсыздар. Әрине, иә, әрине. Бізде тек қана жаңағы өзіміздің жаңағы оқыған, жаңағы
бұрынғы тіркеуде тұрған адамдар емес, біздерде қазіргі таңда этномәдени бірлестіктердің төрағалары мен солардың мүшелерімен жұмыс жасаймыз. Ол кісілер бізбен бірге барады, жаңа оқуларға қатысады, үлкен сертификаттар алды, олар сабақтарына қатысып. Сол кісілер жаңағы мектепшілік медиация бойынша жаңағы осы жақында бір 28-ші мектепте болдық. Сол кезде жаңа буллингтер туралы қазіргі балдардың арасында өте көп қой. Сосын жаңағы кішкентай мен шағын ғана бір мысал келтірдім. Бір баламенен қақтығысып қалып, жаңағы өзге ұлт өкілі қасында бала қарап тұрады, оларға жанашыр болып, ана досына көмектеседі. Досына көмектескені үшін ол бала кішкене аздап таяқ жеп қалады енді. Сондай кездерде жаңағы бұл жерде бұл кісілер, бұл балалардың өзі жаңағы ұлттарына бөлініп отырған жоқ, ол достықты сақтап отыр. Олар бірге өскен, бір кішкентайынан бірге өскен досын қорғап отыр. Ал былай қарағанда да, бұның да былай қарасаң, сайып қарасаң, алып қарағанда, сыртынан қарағанда бір әдемі көрініс, әдемі бір бауырмалдылық, бір татуластық, бір достықтың бір нағыз бір нышаны ретінде жаңағы келтіруге болады. Сондай нелерді жаңағы кейстерімізді айтамыз үнемі. Жаңағы айтады ғой, әлгі құрғақ сөзден көрі, жаңа қазір тілде кейс деп атаймыз ғой, өзіміздің тәжірибелерімізде болған жағдайларды былай келтіріп отырсақ, балалар жақсы түсінеді. Сосын жаңағы әрбір мектепте балалар кішкентай кезден, даже тіпті балабақшадан да қазір телефонның зары деп жатырмыз, көп қой қазір неге тажалды нәрселер өте көп болып жатыр ғой енді. Соларды болдырмау үшін біздер не істеуіміз керек? Біз соларды болдырмау үшін бізде медиаторлар сол мектептерге, балабақшаларға, оқу орындарына, жоғарғы оқу орындарына, колледждерге, сосын тіпті қала берді мына мекемелерге барып, біздер ол кісілер түсінеді, біледі, ол мекемелер мысал үшін де біледі, бәрі енді үлкен жастағы адамдар, бірақ білгенменен қарапайым медиацияның тілін білмей қалады. Біздерге медиацияда бітімгершілік деп атаймыз ғой, медиатордың өзі бітімгершілікке шақыратын өкіл ғой. Бірақ дегенмен біздерде мәдениетті диалог жетіспейді. Мәдениетті сөйлеу, мәдениетті диалогпенен шешу. Енді өзіңіз білесіз ғой, бұрынғы заманда ата-бабаларымыз бір-екі ауыз сөзбенен бүткіл елді құтқарған ғой енді. Елдегі дау жанжалдарды шешкен ғой. Сол секілді біздерге жетпейтін мына нені, жаңағы сөз мәдениетін осы жерлерде біздер қолдануымыз керек деп ойлаймын. Өйткені қазір айтамыз ғой, ораторлық шеберлік дейміз. Ораторлық шеберліктің өзі біздің ата-бабамыздан келе жатырған үрдіс, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатыр. Мысалы, сөз құдіретін білген халықпыз ғой негізінде. Дұрыс айтасыз. Сөз құдіретін біліп, соны да кейінгі ұрпаққа сіңіру, ол біздің міндетіміз, біздің борышымыз. Кейінгі ұрпаққа, мысалы, үйде отырғанда өзіңіз білесіз, жаңағы балаларыңызға кішкентай бір ауыр сөз айтып қалсаң, бұлтиып қалады мысалы. Оны қалай жеңу керек? Оған кіріп келгенде қандай сөздер айту керек? Ол ата-ананың психологиялық жаңағы адамы деп айтамыз да. Үйге кіріп келгенде бірінші алғашқы есікті табалдырықта тағанда, мама келдің ба, папа келдің ба деп жүгіріп шыққанның өзінде, әкешім, анашым, әкетайым деп шыққанның өзінде сіз кішкене тартыншақтап қалмауыңыз керек. Ол балаға жаңа Құдай жаным күнім не істедің деген секілді жақсы сөздерді айтса, мінекей баланың да санасы сол өзіміздің құдіретті сөзімізбенен ашылады деп ойлаймын. Негізі жалпы баланы бесіктен тәрбиелеу керек дейді ғой. Бала өзін қауіпсіз сезінеді. Иә. Қауіпсіз сезінгендіктен жаңағы жаны тыныш болады. Иә. Сәйкесінше агрессия, әртүрлі жүйке құбылыстарын көрсетуге бейім болмайды. Иә, дұрыс айтасыз. Сондықтан бұл жаңағы, мен өзім ойлаймын, жаңағы көп жылдық тәжірибеммен айтайын, жалпы адамзаттың баласының барлығы да медиатор ғой. Үйде ата-ана медиатор, ата-әжең медиатор, мектепте оқытушың медиатор, директорың медиатор, мысалы, жұмыста жаңа басшыларың медиатор. Мен сізге осы тұста бір сауал жолдағым келіп тұр. Медиация деген ол өте қажет дүние. Оны меңгерген адам
бірлікті де тыныштықты да сақтай алады. Сондықтан сіздер медиация орталығы ретінде ата-аналар менен колледж студенттері менен осы медиация тақырыбында медиациялық қарым-қатынасты орната білу жолын көрсететін, айтатын жеке тренинг немесе жиналыстар өткізесіздер ме? Иә, ол әрине ол біздің үнемі жылдық жоспарымызға бекітілген. Әрбір жаңағы мына өзіміздің орталықтың медиация кеңесінің мүшелеріменен барып мектептерге, жаңа сіз айтқанда жоғарғы оқу орындарына, колледждерге, мекемелерге, жаңа айтып өттім, мекемелер бәріне түсіндіру жұмысын жүргіздік. Осы мына жыл бойы осы жүргізіп келдік. Халықтың қатысу белсенділігі қалай? Қазір сізге айтайын, халық жақсы қатысады. Қазір біртүрлі сізге айтайын, уже жалпы Қазақстан Республикасында медиацияның құрылғанына да уже 15 жылдай болып қалыпты ғой. Бірақ дегенменен жаңа халықтың қабылдауы өте жақсы. Қазіргі таңда бұрынғыдай емес, мен жаңағы медиаторлармен, халықаралық медиаторлармен сөйлесіп, жаңағы анализ жасаған уақыт, талдау жасаған уақытымызда жаңағы көп байқадым, медиацияға көңіл бөлетін, соны оқығысы келетін, ары қарай жалғастырғысы келетін жаңағы мекеме қызметкерлері өте көп, өте ұсыныс білдірді. Даже үйде отырған ата-ананың өзі бізге ұсыныс білдіріп отыр. Мысалы біздер тек қана мына қоғамдағы әлеуметтік, тұрмыстық жағдайларда емес, мысалы осы мына келесі жылы айтылатын бір жақсы бір нелерімді де айта өтейін. Жаңағы мына алла бұйырса 2026 жылы үлкен осы мына медиаторларды осы кәсіби тұрғыда оқытып, кәсіби тұрғыда осы құжат беруді ойластырып отырмыз. Біріншіден. Екіншіден, жаңағы біздің немізде тарапымыздан үлкен шаралар өтейін деп отыр. Өйткені республикалық форум. Енді биыл енді 30 жылы уже аяқталды ғой. 30 жылдықты аяқтадық. Жақсы өзіміздің белестеріміз бар, жетістіктеріміз бар, бағана айтып өткендей. Оның барлығы да біздерде жасақталып уже халыққа танымал жасалды. Бірақ дегенменен біздің келесі жылғы үлкен жаңалығымыз мына республика көлемінде мына 20 өңірді осы Атырауға жинап, жаңағы басшылықтарымызды жинап, жақсы ірі спикерлерімізді жинап, осы жерге бір көлемді бір шара өткізу бізде жоспарланып отыр. Енді оны әрине қазір жергілікті жаңағы бюджеттен бекітілді. Енді алла бұйырса осы бойынша енді қызмет атқару уже жайлап уже басталып жатыр. Дегенменен біздерде мына көптеген халықтар айтып отырмын ғой, оқығысы келеді. Жай ғана оқып семинар өткізіп, жаңағы түсінік алғысы келмейді. Ары қарай тереңдетіп оқығысы келеді. Тереңдеп білгісі келеді. Тереңірек білсе, жаңағы үйдегі тұрмыстық жанжалдардың болмауына, олардың азаюына бір кішкентай бір көмегі тиереді деп ойлаймын. Өйткені жаңағы қазір білесіз ғой, енді дау жанжалдардың бәрі ыдыс-аяқтан басталады ғой. Бірінші ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деп қазақтың мақалы дәл айтылған ғой. Иә, соны болдырмау үшін әйел адам қандай болу керек? Ер адам қандай болу керек? Үйдің отанасының рөлі болу керек. Ол ар жағындағы ата-ененің үлкен рөлі болу керек. Осы бағытта біздер аналар кеңесімен, ақсақалдар кеңесіменен бірігіп, жаңағы үлкен бір жоспарлы түрде бір шаралар өткізу әрине осы ақпан айынан басталады деп отырмыз. Алла бұйырса, енді ең бастысы біздің мақсатымыз не? Біздің мақсатымыз елдегі тыныштықты, отбасындағы тыныштықты, мына қоғамдағы тыныштықты, әлеуметтік жағдайларды, келеңсіз жағдайларды болдырмай, сол тыныштықты сақтап, арға қарай жаңағы болашақты жаңа бір көзқараспенен тәрбиелеу. Жаңа тәрбиемен тәрбиелеу. Заманауи тілдерменен тәрбиелеуіміз керек біздер қазіргі жастарды. Баяғына жаңағы білгенім 1-9, білмегенім 99 деген сөзді көп адам түсіне бермейді біз үшін. Ал соларды біздер қазір заманауи тілмен түсіндіруіміз керек.
деп ойлаймын. Оған тек қана медиатор емес, ол жерде дейтін, мен медиатормын деп шалқайып отырмау керек. Маған қатысы жоқ деп отырмау керек. Сен өткен қоғамның мүшесі ретінде сіз міндетті түрде сол ортаға қатысуыңыз керек. Сол ортадағы болып жатқан жағдайға сіздің де үлесіңіз болу керек. Сонда біздер қоғамды жақсы қалыптастырамыз деп ойлаймын. Бүгінгі таңда бізде өңір бойынша қанша медиаторлар бар жалпы? Жалпы медиаторлар, жаңа кәсіби медиаторларды айтып отырсың. Кәсіби, кәдімгі құжатталған медиаторлардың 21-22 медиатор бар. Бұл бізге жеткілікті ме? Бұл жеткіліксіз. Әлі біздер көп оқытуымыз керек. Әлі көптеген адамдардың жаңағы ортада семинар тренингтерден өтті ғой, соны ортаға қалдырмауымыз керек. Биыл біздер 50 адамды оқыттық. Мекемелер бар, жаңағы ірі Атырау мұнай зауыты бар, мұнайгаз бар, көп ірі мекемелердің бәрінен бір тұлғаны алып, біздер бәріміз түгел 50 адамды оқыттық. Сол 50 адамның ішінде іріктеліп, уже 20 шақтысы шықты. Соны арғарай мен дамытқым келеді. Арғарай сол кісілерге кәсіби жағынан, кәсіби медиаторлық жағынан оқытып, арғарай әлі құжаттандырғымыз келеді. Осыны Алла берсе, осы іске асыруды үлкен бір жоспарға қосып отырмыз. Керемет. Әлі де бұл медиаторлардың саны арту керек екен. Арту керек, әрине. Ол бірлікті сақтау, бір тұтастықты сақтау, жалпы елді бірлікке шақыру деген нәрсе ол өте оңай дүние емес. Әрине. Ол расымен де медиациялық кәсіби біліктілікті талап етеді. Тағы алып қосарыңыз бар ма? Өтетін шараларға қатысты, атқарылған жұмыстарға қатысты. Мысалы, атқарылған бір жұмысты айтатын болсақ, биыл біздерде жаңағы кейстерменен мәдениетті жұмыс жасау деген бір жақсы бір семинар өткіздік. Ол жерде бір ерекшелігі жаңағы мына кейстер дегеніміз жаңағы біздің тәжірибеміз ғой, жасаған жұмысымыз ғой, нәтижеміз ғой. Сол кейстерді мысал үшін мысал деп айтамыз да, мысал болған оқиғаны мысалға келтіріп айту. Сол арқылы біздер өзіміздің жаңағы медиаторлық көзқарасымызды ашу. Бұл жердегі негізгі мәселе. Сол бойынша үлкен бір семинарымыз өтті. Сол семинарда менің жаңағы талдауым бойынша медиаторлардың барлығы қоғамдық кәсіби емес медиаторлар. Сол кісілердің өздерінің ана жерде қатысып, жаңағы әртүрлі рөлге еніп, өздерінің жаңағы көрсете білгендерін сырттай қарап отырып, міне кәсіби медиатор. Тек бізде бір тілім қағаз жетпей тұр екен деп ойладым. Сонда жаңағы мысалы кейстер өте көп қой, енді негізі неге аудандарда бар, мысалы 7 ауданнан бар, мысалы үшін менде. Аудандағы бізде белсенділік қалай осы медиация бойынша? Қазір айтайын сізге, белсенділік өте жақсы, мына Жылой ауданында жақсы. Жылой ауданында жақсы. Сосын Құрманғазы ауданында жақсы. Онда Құрманғазыда судьяның өзі жасап отыр медиаторды. О жақта да оқыту өте керек. Біздер енді Алла берсе осы аудандарға шығып, тек қана сертификат беру емес, оларды түсіндіріп, қалай қосуға болады, қалай арғай жалғастыруға болады, сол оқығаннан қандай нәрсе шығады оқытқаннан. Мәселе сонда болып тұр ғой. О жақтарда аудан үлкен болғанменен, жаңа үлкен, сосын елді мекендері де үлкен. Өте үлкен. Сол мекемелерді өте бір ауқымды аудан ғой енді негізі Құрманғазы ауданы. Сондықтан сол Құрманғазы ауданына мысал үшін бір 6 күнімізді арнап, соған бір оқыты, спикерлерімізді алып барып, көп нәрсені үйрету біздің немізде жадымызда тұр. Өйткені осы мына жаңа жылдан бастап, Алла берсе, көптеген мекемелерменен, мына полиция департаментіменен, мұнайгазбенен, сосын барлық нелерменен, аудандарменен біздерде меморандумға отырайын деп отырмыз. Өзара ынтымақтастық меморандумы. Бұл меморандумды жаңағы отырғандағы себебіміз сол аудандарға барып, осы меморандумның шегінде сол мекемелердің адамдарының, тұлғаларының өздерінің қатысуыменен
бір медиациялық бір орталық құрғымыз келеді. Аудандарда, 7 ауданда мысалы үшін медиациялық кішкене орталығымыз болса, мысалы халық тентіремейді, сотқа жүгінбейді. Сол жерге барады да өздерінің келісті шараларын несін болып отырған оқиғасы бойынша тапсырмаларын алады, белгілі бір ол кісілердің шаралары шешіледі. Бағыт-бағдар алады, ары қарай не істеу керек екендігіне бағыт-бағдар алады, не істерін білмей қалса. Яғни тығырыққа тірелген кезде не істерін білмесе, дәл осы медиация орталығынан аудан өңірлері өзінің керекті ақпаратын ала алады, және бағыт-бағдарын да ала алады деген сөз ғой. Да, дұрыс айтасыз. Міне осындай бір шараларды әрине атқару біздің немізде, жоспарымызда тұр. Алла берса, ол үлкен шараларды атқарамыз деп есептеймін. Өйткені бізде мына тек қана мына Қазақстан Халқы Ассамблеясының медиациясы ғана емес, бұл жерде жалпы медиацияларды, медиаторларды ортаға тарту, қоғамдық, мына әлеуметтік көбіне көп біздің аудандарда байқағаным, зейнеткерлер жақсы жұмыс жасайды екен. Зейнеткерлер өткені өздерінің жаңағы жұмыс жасап, өздерінің сатыларынан өткеннен кейін сол ортада не болып отырғанын бәрін біліп отырады. Өте бір жақсы сұраққа тұздық болып жатыр сөзіңіз аузыңызда. Мына үлкен кісілеріміз біздің, зейнеткерлік жастағы қарттарымыз. Бұл кісілер медиатор болып ары қарай жұмыс жасай алады ғой, мысалы. Яғни медиаторлық қызметтің шегі жоқ. Ол жерде зейнеткерлік уақыт жоқ. Жағдайы жақсы, шымыр, 80 жастағы атамыз не әжеміз болып, шымыр болып, жаңағы қабілеті жетіп тұрса, онда ол кісі де медиациялық қызметін жалғастыра алады. Енді бұл үшін ақы төленеді ма? Енді бұл көп адам өзінің инициативасыменен қосылып отыр. Жаңағы қоғамдық белсенді мүшелер, әрине біздердің сыйақыларымыз бар, береміз. Енді ол тек қана бір немен есеп қалмайды ғой. Енді ақысыз тегін қоғамның бір мүшесі ретінде ұрпаққа бір жақсы тәрбие беретін, ұлағатты бір сөз қалдырайын деген біздің үлкен аталарымыз, әжелеріміз жұмыс жасап отыр бізбен бірге. Бұның өзі үлкен көмек. Мысал үшін медиация әлі тай тұрып келе жатырған үлкенде, аяғын төрт тағандап аяғынан нық тұрды деп айта алмаймын. Әлі де біздің де жұмысымыз көп атқаратын. Десе де бұл біз үшін жаңа тай басып келе жатқан сала. Демек, бұл саланың әлі де болашағы бар. Болашағы да бар, берері де көп. Жаңағы, мысалы, сізге айтайын, коронавирус кезінде мен сол медиатор болып жүрдім. Сол кезде қалалық сотта медиатор болып отырдық. Сол жерде сізге айтайын, жаңағы айырысу қағаздар өте көп болды. Менің өзімнің тарапымнан, өзімнің білетін жаңағы осы психолог, әрі как медиатор, әрі психолог Алма Ашырбаева деген ханым бар. Сол кісі екеуміз, ол кісі көбіне көп сол кісі не істеп отырды, қабылдап отырды. Өйткені мен іште жұмыс жасап отырдым. Сол кезде сол кезде сізге айтайын, 200-ден аса айырылысу қағазы түсті. Соның 70-ден астамын біздер кәдімгі бұзып жетектестіріп жібердік. Бұның өзі үлкен бір 70 отбасын сақтап қалып отырсыздар ғой. 70 отбасы. 70 не 150-ге тарта сәби болуы мүмкін ғой ол жерде. Әрине. Біреуде 1 бала, біреуде 5 бала, біреуде 2 бала. Даже тіпті үлкен кісілер де шаршап кеткен ғой, аурудан шаршап кетеді. Үйдің ішінде жүрді қояды. Сыртқа жүріп не істеп қалған адам аузына маска тағып алады. Тіпті үлкен кісілер де келді. Үлкен кісілерде де болды оның ішінде. Бірақ дегенменен барлығы мәмілеге келіп, бұл өтпелі кезең, өтеді, кетеді, ақшаңыз да болады, кредит те төленеді, уайымдамаңыз деген жақсы бір аталы бір сөздерді бір жаңағы тауып, сол өзіміздің ойымызбенен ұштастырып, үлкен кісі көргендігімізді білдіріп, бір жақсы бір мәмілеге келтірген кездеріміз болды. Бұның өзі үлкен бір кейсті жұмыс деп айта аламын, өйткені мен соны қуантты айтамын. Содан кейін бізде мына жастар арасында енді тағы бір немді айтайын, жаңалығымызда. Осы мына жас медиаторлар орталығын құрғым келеді.
жас медиаторларына қазіргі жастар, біздерде ассамблея жастары бар, өте жақсы белсенді жұмыс жасайды. Соның ішінде де жаңағы мына институтпен жұмыс жасап отыр ғой, университетпен жұмыс жасап отқанда байқағаным медиатор жастар бар. Сол медиатор жастарды ортаға тартып, сол жерден бір кішкентай бір орталық жас медиаторлар клубын ашу менің қазіргі ойымда. Сосын бұл бір жағы тәрбие. Тәрбие. Сосын тәрбие. екінші жағынан, екінші бір тағы да бір ой пікір бар. Жаңағы медиатор ретінде, кәсіби медиатор ретінде айтайын. Мына журналистер арасынан, өздеріңіз секілді, журналистер арасынан, дәрігерлер арасынан, жаңағы тіпті қарапайым жаңағы пол жуушы, еден жуушы, техничкалар арасынан, жаңағы бұрғышлар арасынан қандай не болмасын, орталықтардан бір адамды шығарып, оқытып, ол кісілерге кішкентай тәрбие, кішкентай бір кеңес беріп жіберсек, ол кісі де медиатор. Ол кісілер күнде араласып отырған адамдар. Күнде, мысалы үшін, дәрігерлер неше түрлі адамдармен кездесіп жатыр. Біреулер ауырып кетеді, біреулер жаңағы шыдай алмай несіп, неше түрлі бір ақырған сөздер айтты. Сол кезде ол кісіге жаңағыдай қатты агрессивті сөз айтпай, ол кісіні басу, сол жерде жақсы сөзге келтіру, мәдениетте диалогпенен басу, ол күнде атқарылып отырған сіздердің істеріңіз. Сол кісілердің барлығын мен медиатор деп есептеймін. Осы кісілердің барлығын орталыққа қарай шақырғым келеді. Алға қарай біздің жұмыс өте көп енді. Алла бұйырса, әлі сіздерменен әлі кездесеміз, әлі жақсы жаңалықтарыңызбен бөлісесіздер. Әрине. Үлкен сіздер медиация орталығы осы жылы үлкен жетістіктерге жеткен екен. Үлкен дауларды, үлкен күрделі мәселелерді шешкен екен. Бұл сала жаңа сала, бұл саланың болашағы бар. Медиация білімін жалпы меңгерген әр адам өзінің өміріндегі үшкір тұстарды жазып, тілдің табылмайды деген адамның тілін тауып, бірлікте, бірізділікте емін-еркін өмір сүре алады. Рахмет келгеніңізге, берген құнды ақпаратыңызға рахмет. Осы облысымызда медиация саласы бойынша шырылдап, осы медиацияның маңыздылығын айтатын бірден бір тұлға сіз өзіңізсіз. Медиацияның бір сыйлы беделді азаматшасы болыңыз, өзіңіздің қанатыңыздың астында тәрбиелеген адамдарыңыз көп болсын, және олар сіздің үмітіңізді ақтасын. Ойлаған жоспарларыңыз оп-оңай жеңілімен іске ассын деп сізге тілек айтқым келеді. Баршаңыздың назарларыңызға рахмет.